Сәлеметсіңдер ме балалар? 4 сынып математика сабағы 67 сабақ пропорционал бөлуге берілген есептер. Бүгінгі сабақта екі қосынды бойынша белгісізді табу түріндегі пропорционал бөлуге берілген есептерге талдау жасап, оларды шығаруды үйренесіңдер. Бірінші тапсырма: егер жер құнарлы болса, онда алынатын өнім мол болады. Фермерлер туралы есептерді шығар. Фермер егістіктен 48 центнер, ал көршісі одан 3 есе кем картоп жинады. Олардың әрқайсысы картопты қаптарға 80 килограммнан теңдей бөліп салды. Екеуі бірге қанша қап картоп жинады? Ал енді есептің қысқа шартын жазамыз. Фермер 48 центнер, көршісі белгісіз, бірақ одан 3 есе кем. Әрқайсысы қапқа 80 килограммнан салды. Екеуі бірге қанша қап жинады? Шешуі: енді бізде фермер белгілі, көршісі одан 3 есе кем дегендіктен бөлеміз. 48-ді бөлеміз 3-ке, тең 16. Сонда көршісі 16 центнер жинапты. Ал енді 48-ге қосамыз 16-ны, сонда 64 центнер болады. 64 центнеріміз тең 6400 килограммға. Енді 6400-ді бөлеміз 80 килограммға. Сонда 80 болады, яғни 80 қап. Жауабы екеуі бірге 80 қап картоп жинады. Екінші есеп: жинаған жемісті салу үшін саяжай иесі алма салатын 6 жәшік, ал мұрт салатын дәл сондай 4 жәшік сатып алды. Барлығына 5000 теңге төледі. Кестені қара, бір жәшіктің бағасын тап дейді. Алма салатын 6 жәшік, ал мұрт салатын 4 жәшік және барлығына 5000 теңге төледі. Енді әр жәшіктің бағасын табуымыз керек. Шешуі: біз бірінші барлық жәшіктің санын біліп аламыз. Ол үшін 6-ға қосамыз 4-ті, тең 10 болады. Енді 5000 теңге төледі ме? 5000 теңгені бөлеміз 10-ға. Сонда 500 болады. Жауабы: бір жәшіктің бағасы 500 теңге болады екен, балалар. Ал олай болса балалар, мына ережені естеріңе сақтап алыңдар. Есепті шығару үшін онда қандай шамалар берілген анықта. Жәшіктің бағасын бірден білуге бола ма? Неліктен? Осы есепті шығару жоспарын құр. Бірінші, алдымен қанша жәшік сатып алынған анықтаймыз. Екінші, бір жәшіктің бағасын табамыз. Үшінші тапсырма: кестеге қара. Бұл есепте 2 сұрақ берілген. Соларды ата. 6 жәшік қанша тұратынын қалай білуге болады? Есепті шығару жоспарын қара дейді. Бірінші жолы барлығы қанша жәшік сатып алынды? Оны анықтау үшін 6-ға 4-ті қостық, сонда 10 жәшік болады. Ал бір жәшік қанша теңге тұратынын табу үшін барлығына төленген құнына бөлеміз барлық сатып алынған жәшікте. Яғни 5000-ді бөлеміз 10-ға, тең 500 теңге болады. Сонда әр жәшік 500 теңгеден екен. Енді 6 жәшікті анықтау үшін 500-ді көбейтеміз 6-ға, сонда 3000 теңге екен 6 жәшіктің құны. 4 жәшіктің құнын білу үшін 500-ді көбейтеміз 4-ге, болады 2000. Ал тексереміз енді. 3000-ға қосамыз 2000-ді, жаңағы 6 жәшікке және 4 жәшікке төленген ақшаларды, сонда 5000 теңге болады екен, балалар. Жауабы: 6 жәшік 3000 теңге, 4 жәшік 2000 теңге тұрады екен. Қысқаша жазбаның орнына сызба жасауға болады. Көріп тұрғандарындай балалар, осылай сызба жасап та шығарсақ болады. Сызбадағы бөліктер нені білдіреді дейді? Сызбадағы бөліктер әрине жәшіктің санын білдіреді. Бұл есеп 2 қосынды бойынша белгісізді табу түріндегі пропорционал бөлуге берілген есеп екен. Төртінші тапсырма: есепті шығар. 2 бригада бірге 150 қап пияз жинады. Олардың біреуі 4500 килограмм, ал екіншісі 3000 килограмм жинады. Әр бригада қанша қап пияз жинады? Яғни балалар, есептің қысқа шартын жазамыз. Бірінші бригада 4500 килограмм, екінші бригада 3000 килограмм,
екеуі бірге 150 қап жинады. Сонда әрқайсысы қанша қап жинағанын табуымыз керек. Шешуі 4500-ге қосамыз 3000-ды. Сонда болады 7500 килограмм. Яғни бұл екі бригаданың жинаған пиязының салмағы. 7500-ді бөлеміз енді жалпы қаптың санына 150-ге, яғни 7500-ді 150-ге бөлсең 50 килограмм болады. Сонда бұл әр қаптың салмағы 50 килограмм екен. Енді әр бригаданың жинаған пиязының салмағына бөлеміз 50 килограммды. Сонда 4500-ді бөлеміз 50-ге тең 90 болады. 3000-ді бөлеміз 50-ге тең 60 болады. Жауабы бірінші бригада 90 қап, екінші бригада 60 қап жинаған екен, балалар. 5-ші тапсырма есепті шығар. Қатынау саны 1/2 жүк машинесі 99 тонна жүк тасымалдады. Бір рет қатынағанда біреуі 4 тонна, ал екіншісі 5 тонна жүк тасымалдайды. Жүк машинелердің әрқайсысы қанша тонна жүк тасымалдағанын табуымыз керек. Қысқа шартын жазамыз. Бірінші жүк машинесі 4 тонна. Қанша рет барып, қанша тоннадан алып келгені белгісіз. Ал екінші жүк машинесі 5 тонна тасиды, бірақ қанша рет барды, қанша тоннадан әкелгені белгісіз. Шешуі енді екеуінің қанша тонна, бір барғанда қанша тонна әкелетінін есептейміз. Яғни 4-ке 5-ті қосамыз, сонда 9 тонна. Екі жүк көлік бір рет барғанда 9 тоннадан алып келеді екен. Енді жалпы жүктің салмағы 99 тонна еді ғой, сол 99-ға 9-ды бөлеміз, сонда 11 тонна болады. Бұл қатынау саны. Енді 4-ті көбейтеміз, 11-ге 44 болады, 5-ті көбейтеміз, 11-ге 55 болады. Яғни бұл бірінші жүк машинесі 11 рет қатынап 44 тонна алып кетті, ал екінші жүк машинесі 11 рет қатынап 55 тонна жүк тасымалдапты, балалар.